Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында пряник жасайтын боламыз. Ыдысымызға айранды құямыз. Үстінен қантты салып жақсылап көпіргенше араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын құйып тағы да араластырып шығатын боламыз. Ас содасын қосып араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осылай ұнымызды кезекпен сала отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды бетін 5 минутқа жауып қалдырамыз. Осылай жайып, домалақ формамен кесіп шығатын боламыз. Барлығын осылай кесіп алғаннан кейін 180 градуста 15 минутта пісіретін боламыз. Прянигіміз дайын болғанға дейін біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ақуызы және де қант ұнтағы керек. Осылай көпіргенше миксерлеп аламыз. Креміміз дайын болғаннан кейін пряникке жағатын боламыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін осылай пряниктерімізді дізіп, беті қайтқанша кептіретін боламыз. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Егер менің видео рецептерім сіздерге ұнаса, менің каналыма, инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта да түрлі тағамдармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жансая. Сау болыңыздар.